Балалар, бүгін бізде ұйымдастырған оқу қызметі сурет салу дәстүрден тыс сурет саламыз. Балалар, қазір бізде қай мезгіл? Көктем мезгілінің айларын атайықшы. Наурыз, сәуір, мамыр. Балалар, көктем мезгілінде ауа райы қандай болады? Жылы болады. Көктем мезгілінде ауа райы өте тамаша болады, солай ма? Күннің көзі жарқырап тұрады. Балалар, қараңыздар, жүріп жатқан сияқты бізге. Балалар, сіздер менімен бірге сиқырлы суреттер әлеміне саяхатқа барғыларыңыз келе ме? Ендеше балалар, біздер Сайқымазақпен бірге суреттер әлеміне саяхатқа шығамыз ба? Олай болса, балалар, менімен бірге паровозбен саяхатқа барайық. Қараңыздар, суреттер әлеміне сіздерге сурет әзірлеп қойған. Сайқымазаққа көмектесіп сурет саламыз ба? Ендеше бірінші қараңдар, сіздерге гүлдің бейнесін суреттенген екен, ал сіздерге ненің суреті мынау? Күннің суреті да, балалар? Жақсы, балалар, мына топ гүлдің суретін салады, ал келесі топ жарқыраған күннің суретін салу керек. Жақсы ма? Бірінші мені мұқият тыңдаңыздар. Алдарыңызда сіздерде гүл тұр, сол гүлге қолдарыңыздағы клеймен дөңгелекшені айналдырып клейді жағып шығамыз. Жақсы ма? Қане бәрін алайық, алыңдар клейлерді. Айналдырып жұмыстанамыз. Дария, ашық тұр сенікі. Болдық па бәріміз? Ендеше алдарыңыздың барлықтарының алдарыңызда тұз бар да? Жайлап тұзды оң қолдарымызбен шымшып алып, жасаған гүлдеріміздің клейдің үстіне себеміз. Қане істейміз барлығымыз бірге? Сен тартыңыздар. Дұрыс. Сіздерде ненің суреті? Ненің суреті? Күннің суреті де. Ендеше қолымызға, алдарыңызда мындай таяқша тұр, көпкі салынған ала қойыңдар. Аламыз. Және күннің түсі қандай болады? Сарыға маламыз. Қараңыздар. Және күннің ортасына жасаймыз міне. Ол жасай қой. Аққайын жұмыстанамыз. Әдемілеп, жақсылап істейміз. Барлығымыз күнді жасап болдық. Енді алдарыңызда таяқша тұр, алыңдар. Таяқшаны бояуға малып, күннің шуағын жасаймыз. Әдемілеп, күннің шуағын жасаймыз. Мына олжас істейміз. Қане бәріміз бастаймыз. Олжас өте жақсы істеді. Аяла жақсы істеп жатыр. Біздер тұзды септік, солай ма? Ендеше барлық қолдарына таяқшаны ұстаймыз, ала ғой таяқшаны. Және алдарымызда қызыл бояу тұр. Сол қызыл бояумен гүлді айналдырып, бояп шығамыз. Қараңыздар. Әдемілеп бояймыз. Жақсы ма? Ал басқа. Қане сіздер бояға түсіндір ма? Олжас боя. Қайсар өте әдемі бояған екен, жақсы бояған Қайсар. Айсәуле боя. Әдемілеп. Күннің несін салып жатық біздер балалар?
Шуға жұмыстан? Қараңыздар, қандай әдемі гүл құрастырып шыққансыздар, қараңыздар. Әдемі ма? Ендеше мына топ қазір, келесі топты қарайық. Балалар, мына топта өте әдемі. Не мынау? Күн. Ендеше біздер бірімізге біріміз суретімізді көрсетеміз бе? Қане көрсетіңдер. Жарайсыңдар балалар, қандай әдемі гүл, күн жасадыңдар. Ақылды балалар екенсіңдер. Қандай әдемі суреттер ме балалар? Көрсетеміз қане бір-бірімізге. Қарашы біздің балалар қандай әдемі сурет салды, солай ма? Өте керемет балалар. Жарайсыңдар. Ненің суретін салдық балалар біздер? Күннің. Ал сіздер ненің суретін салдыңдар? Гүлдің балалар. Күннің көзі жарқырап тұрса, гүліміз өте әдемі болып шығады екен, солай ма? Өйткені қазір қай мезгіл бізде? Көктем мезгілінде әдемі гүлдер шығады, күндер жарқырап тұрады, солай ма балалар?